қай уақытта болса да жаһанның қай адамы, адамзаты болса да ылғи да бұрынғымен бүгінгіні салыстырып отырады ғой. Сол үрдіспен айтатын болсам, бұрынғы журналистика мен бүгінгі журналистиканың арасындағы айырма жер мен көктей. Жаңабай ағам шет жағасын айтып өтті. Бұрынғы журналистикаға қарағанда қазіргі журналистиканың мүмкіндігі көп. Бұрынғы журналистикада, журналистерде шектеулі тақырыптар болған шығар. Бірақ әрине жаңағыдай еңбек адамдары насихатталды. Сосын бұрынғы журналистер көбінесе идеологиялық тәрбие құралын мерзімді басылым беттерінде жасап шығарды. Мен қазіргі журналистикаға, ол қазіргі жаңа біздің егемен еліміздегі журналистердің құлағына құлақ қағыс айта отырып, айтар едім, осы бір еркіндікті, мүмкіндікті пайдалана отырып, біздің қолымызда, журналистердің қолында бүкіл әлеуметті, халықты, қоғамды жақсы нәрсеге тәрбиелеу. Осы жөнінен әлгі аузымыз батыр екен деп еркін айтып, еркінсіп кетуге болмайды. Өйткені қаламгерлердің әсіресе жаңағы сары пресса деп жүрміз бе? Жолтая пресса дейміз. Сол басылымдардың айталық журналистері, тілшілері көбінесе дақпыртқа, даңғазаға құрылған тақырыптарды айқайлатып қойып, елдің назарын аударуға және өзінің газет журналдарының насихатын жасауға тырысады. Мен осы жағынан іштей қынжылады. Жаман нәрсенің жалауы тез желбірейді. Біз неге жақсы нәрсені көбірек айтпасқа? Қоғамды бұзып жатырмыз ғой. Қоғамды біз жақсы нәрсеге тәрбиелейік, ел болайық, бесігімізді түсейік деген нәрсеге көбірек назар аударса, қазіргі журналистердің қолында үлкен қару бар. Бәрекелді.